Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін бұқтырма тамағын жасайтын боламыз. Өте дәмді қарыннан жасаймыз. Қарнымызды алдымен әбден асып аламыз. Тұздап, сіңдіріп, 2-3 сағат асып, және әбден суығанын күтеміз. Осылайша қарнымды турап-турап қойып жатырмын. Қарын ішектерімді турап болған соң, пиязымызды, болгар бұршын және сәбіздерімізді де турап аламыз. Картошкамызды да алдын ала ашып дайындап қоюды ұмытпаймыз. Мен ішмайға қарындарымды қуырып бастадым. Үстіне көкөністерімізді салып, араластыра әбден қызарғанша қуырамыз. Қызанақ пастасымен қосып қуырып алып жатырмын. Қарыным алдын ала қайнатылған болғандықтан тамағым жылдамдатып піседі. Сол себепті үстіне картошкамызды салып, тұздарымызды салып, ас көктерімізді салып, су құйып, асымызды бұқтыруға дайындайтын боламыз. Міндетті түрде осы жерде қасықпен сорпасының дәмін байқап көрсеңіздер болады. Қатты сарқылдап қайнаған соң, ең баяу отқа астын түсіріп, бетін жауып 30 минуттай бұқтырып қоямыз. Ал біздің тамағымыз дайын болды. Өте керемет болып шыққан, дәмі тіл үйрерлік. Егер үйіңізде қарындар болса, осылай дәмді тамақ жасап көріңіз. Арнамнан алыстамаңыз.